каналымыз жаңа ол мемлекеттік меншікте, ол жеке кісі салғанмен мемлекет басшысының тапсырмасымен, ол бірақ біздің мемлекеттік меншікте. Біздегі жаңа салынып жатқан ғимараттардың барлығы ол мемлекеттік меншікте. Жаңа Сауытсойылдың салып жатқан музыкалық колледжі 4 миллиард 800-ге, анаға тағзым орталығы 1 миллиард 700-ге, көп осындай ғимараттар салынып жатқан. Соның барлығы салынысымен мемлекеттік меншікке өткізіліп жатыр. Жаңа Қазгермайдың салынып жатқан оқушылар сарайы 2,5 миллиардқа, теннистен корт, барлығы мемлекеттік меншікте. Бізде қаланы аралаған болсаңыздар байқаған шығарсыздар, қазір көп қабатты үйлерді біз қазір қайта жаңғыртудан өткізіп жатырмыз. Жаңа панельдермен қаптап жатырмыз. Оны да біздің кәсіпкерлеріміз, құрылысшыларымыз өздерінің қаражаттарына жасап жатыр. Біз құрылысшыларға өтініш айтамыз, арасында мүмкіндіктеріне қарай мынау елге, өңірге көмектесіңіздер деп. Қазір мысалы 50-ге тарта көп қабатты үйлерді олар жаңа панельдермен қаптады. Оған енді 1 миллиардтың үстінде ақша кетті. 2022 жылда балдарды қорғау жылы арқылы сол кезде 1 миллиард 600-ге бізде 80 спорт ойын алаңдары салынды. Оны да сол құрылысшылардың, осы жердегі шаруашылықтардың қолдауымен салынды. Бірнеше парктар, қазір аллеялар, дворлар жасалуда. Біздің кәсіпкерлеріміз, оның ішінде әсіресе осы құрылысшылар біздің қаламыздың, өңіріміздің өсіп-өркендеуіне үлкен үлестерін қосып жатыр. Аудандарда да шаруашылықтар өздерінің ауылдарын гүлдендіріп жатыр. Аудан әкімдеріне жаңа демеушілікпен жоба жасауға ол кісілер де көмектесіп жатыр. Көп осы мысалы көгілдір отынға жасалған жобалар, мынау жолдарға жасалған жобалар сол шаруашылықтардың қолдауымен, демеушілігімен солардың жеке қаражатына жасалды. Соның арқасында біздің енді бюджетіміз қазір өсіп жатыр, дамып жатыр. Бағана айтып кеттік, осыдан 2 жыл бұрын біздің облысымыздың бюджеті 364 миллиард теңге болатын болса, мемлекет басшысының үкіметтің тікелей қолдауының арқасында қазір 744 миллиард теңгеден асты. Оның ішінде даму бюджеті ең негізгі. Мысалы 2022 жыл 50 миллиард болатын болса, қазір 180 миллиардтан асып кетті. Ол деген өте үлкен көрсеткіш 2 жылдың ішінде. Осының барлығы мемлекет басшысының, үкіметтің сыр еліне үлкен қолдауы, қамқорлығы деп білеміз. Алда бұл жұмыстар жалғасатын болар, міндетті түрде демеушілерді тартатын боламыз. Қазір де жаңа жобаларымыз бар, осы демеушілермен бірге жүзеге асыратын әлеуметтік нысандар. Оны өздеріңіз оған куә болатын боласыздар. Рахмет. Халықтың алуан қолдауынан кем болмаңыз. Рахмет. Рахмет. Қошағыңыз кезекте Тұран Әлқой. Қайырлы күн, Нұрбек Томашбекұлы, сізге бірінші сұрағым бар. Бірінші сұрағым, сіз жолда мен мынау Түркістан ортасындағы жолмен жиі жүріп тұрасыз ба? Әрине. Мен жаңа бүгін қазір келдім, бірақ аялдамамен, бірақ әжетхананы көрдім. Неліктен аз? Мысалы, Батыс Еуропа жолын алатын болсақ, мынау Шымкенттен бастап, Алматыға дейін әрбір өтірік қойған бір 10 километр сайын бір әжетханамен бір остановка тұрады. Жергілікті халықтың тоқтап, такси тоқтатуына басқа жағдай жасалған. Және ол жерде екінші мәселесі бар, сіз айтасыз, Қазавтожолдың жері ғой деп. Бұл жерде автостанция және көлік тексеретін жерлер бар. 10 тен мен санап шықтым, біреу ғана бар. Неліктен осындай жұмыс тұралап тұр? Жақсы, бақылау аламыз, бірақ олай, ол біреу емес, оны қайтарда дұрыстап санаңыз. Ол әр ауданның, әр ауылдың үстінде тұр. Бізде тыңдасаңызшы. Сіз сұрақ қойдыңыз, жауап берейін де. Осы Қызылорда қаласы мен Түркістан облысының арасында 2 аудан бар бізде. Шиелі мен Жаңақорған ауданы, екеуі де үлкен аудан. Әрқайсысында 90 мыңға жуық халық бар. 180 мың үстінде халық тұрады. Сол жолдың бойында бірнеше ауылдық округтер бар. Енді сіз қайтарда мұқият қарап шықсаңыз, соның бірнеше екеуіне көзіңіз жетеді. Болмаса сізге мен бір қызметкерімді қосып берейін, бірге қарап шығыңыздар. Ал қажеттілік болса, әрине біз оны көбейтеміз, бірақ бұған дейін бұл бойынша қажеттілік болған жоқ. Екіншіден, осы облыстың төңірегінде не бар? Оның барлығына біз жауаптымыз. Президенттің өкілі есебінде бәріне. Мен сіз айтқандай, ол Қазавтожолдікі болмаса мынау Минздравқа қарайды, образованияға қарайды деп оны білмейміз.
барлығына біз жауап береміз. Жеке дүние ертең бір жағдай болса да оған да біз жауап береміз. Шыны ғой? Ертең аңдарда кішкентай дүкенде өрт болып отырса әкімнен сұрайды ғой, біз басында жүреміз ғой соны. Өткен жыл мысалы жол жабылды, білесіздер, мына Ақтөбеде жол ауыр ай қиын болды, одан кейін бағыт болды. Сол кезде мына жолдың бойында бізде әр ауданның тұсында мыңға жақта фуралар тұрды. Мысалы жеке адам ол өзімен өзі кетіп жатыр. Мен бірақ бүкіл ауданның басшыларына тапсырма беріп, соған адам бекітіп, бір апта бойы сол кісілерді біз қамтамасыз еттік. Ас ауқатпен барлығы, өйткені қонақ қой, елден өтіп бара жатыр ғой, тегін. Сондықтан burada Қазавтожолдікі болмаса жеке басқа деген ешқандай дүние жоқ. Әйтпесе ол жол Қазавтожолға қарайды, дұрыс айтасыз. Мен де айтсам болады, сонда мысалы Қазавтожол өздері қамтамасыз етсін, жолды тазаласын, өздері тамақпен қамтамасыз етсін деп. Олай емес. Біздің елге келіп тұрғаннан кейін, біздің елдің тұсында тоқтап қалғаннан кейін біз бәр ауданды бекітіп, барлық жағдайды бір апта бойы жасадық. Министрге шықтым мен мысалы сол кезде. Марат Қарабаевқа, Маке, мына шамалы тоқтату керек, өйткені біз жаққа сыймай баратыр. Біз оны күтуден қашып жатқан жоқпыз. Уже ана автотұрақтарға, сіз айтатын жаңа кемпингтерге уже сыймай кетті көлік деген. Содан кейін Түркістан жақтан да тоқтатыңыз, бәрі келіп нарыға кептелмесін. Өйткені Ақтөбе жақ жабық, Аралдан бастап тоқтады. Екі рет сонда жағдай болып отыр. Павловканың кезінде, жол жабылған кезде біз апталап күттік соны. Апталап ешқандай мәселе болған жоқ. Сондықтан біз барлығына жауап береміз. Осы жердегі жеке адамның дүниесіне де осы өңірге қызмет жасауға келгеннен кейін, мемлекет басшысына тапсырғаннан кейін бәріне жауап береміз. Біз жеке деп, басқа деп қабылдап жатқан жоқпыз. Біз сіздің ол жаңа Қазавтожол түгілі, жеке үйлердің сыртын жөндеп жүріп қой, жеке үйдің бәрін біледі осы әріптестеріміз. Айтсам көбісі өкінішке орай жөндемейді. Біз жүрміз соның ішінде, актив менің әріптестерім, ана техработниктерден бастап. Бұрын енді білім саласы көмектеседі, қазір ол да қалды, олар да шықпайтын болды қазір. Сенбілікке шықпайды, негізі шығу керек қой сенбілікке. Ол ғана сабақтан тыс кезде. Вот біздің әкімшіліктің қызметкерлері жүреді. Қайда болса да шын әкімшіліктің қызметкері, өйткені оның бәрін бір жаңағы тазалық мекемесі басқан мүмкін емес. Осы таза Қазақстан акциясы аяғында жеке адамның үйін жөндеп жүр. Кейбіреулер әріптестерім біледі, ұрсады, неге жөндеп жатсың дейді, екі ортада. Вот соның бәрі, сондықтан біз қарамаймыз. Ол Қазавтожолдікі болмаса министрлік деген ондай бізде әңгіме жоқ. Ал жаңағы автотұрақтарға байланысты, жолда жаңа жатқаналарға байланысты, оның барлығы жеткілікті. Бұған дейін ешқандай арыз шағым түскен жоқ. Одан бөлек жолда кемпингтер тұр ғой. Оның барлығында бар. Демалатын жерге дейін бар, не только жатыр. Демалып, орада 2-3 күн қонып кетуге дейін бар. Орада асхана да бар. Ең көп орналасқан біздің жолдың бойында деп мен айта аламын. Демалатын орындар да бар, бірнешеуі бар. Енді сіз осы сұрақты көтердіңіз. Шындығы мен сізге бір кісіні қосып берейін қайтады. Бірге Түркістанға дейін 2 сағатты жолға баратта келеді. Бірге барып, санап, сосын айтсын. Мына бетінде қанша бар, мына бетінде. Мен сізге айталым, жоқ дегенде бір мемлекеттіктің өзі жаңа Қазавтожолдың өзінікі мына бетінде бесеу, мына бетінде бесеу 10 шығар. Ал енді кемпингтерді есептесек, ол 20-30-дан асады. Одан ешқандай мәселе жоқ. Қазавтожолдың еңбегін айту керек. Олар министрлік, көлік министрлігі, Қазавтожол бұған қазір үлкен көңіл бөлініп жатыр. Сіз байқасаңыз, ана жолда уже қазір қоршау жасап жатыр. Негізінен әркім өзінің малына ие болу керек. Бірақ енді біз қазақ кейде жайбарақаттықпен қараймыз ғой. Жолда көп жол көлік оқиғасы болғаннан кейін, сол мысалы қаншама жол біздің облысымыздың төңірегінен батыс Еуропа 811 шақырым өтеді. Соның бәрін қазір қайтқанын қараңызшы, вот сеткіден қоршау жасап жатыр. Сонда жол көлік оқиғасы болмасын, өйткені әр адамның өмірі қымбат. Мал шығып кетпесін деп соған дейін жасап жатыр. Ол кісілердің еңбегін айту керек. Жолды барынша таза ұстап тұр. Ауа райы бұзылса да, қар жауса да олар бірден шығады. Мысалы ол бізде әр ауданда орналастырған олардың бекітілген сорда компаниялар бар, сол жолға жауапты сервистік қызмет көрсететін әр ауданның тұсында, мына қаланың тұсында да бар, қарасаңыз, шері мен жаңақорған да бар. Ол біз үнемі ол жолды бақылауда ұстаймыз, өйткені ол жолға біз жауап береміз. Өтіп бара жатқан халық бізге бағарып кетеді. Ол темір жолға да, біздің жолға да, мысалы темір жол автовокзал. Бағана мен айтып кеттім, ол мысалы темір жолдың балансында, соның меншігінде, бірақ мен оған қараған жоқпын, өйткені біздің облысымызда тұр. Соған қарап қаншама қонақ біздің өңір
баға береді келген қонақтар. Әуежайға қарап, автовокзалға қарап, теміржол вокзалына қарап. Біз теміржолға өтініш айттық, Нұрлан Ермекұлына рахмет, 355 миллион ақша бөлдік. Өзіміз кәсіпкерлерден 300 миллионға жуық ақша алып, сол кісілерге өтініш айттық, 600 миллионнан астам қаржыға ана ғимаратты қазір әдемілеп күрделі жөндеуден өткіздік. Бұрынғыдай толып жатқан ана сауда-саттықпен айналысып жүрген адам жоқ. Бөлек кішігірім қасына торговый ряд салынды қатар. Соның ішіне бәрі кіргізілді. Біз оның жаңасын салуға мүмкіндік болатын еді, бірақ ол тарихи ғимарат 120 жылдан астам тарихы бар, сондықтан соны сақтай отырып, толық күрделі жөндеуден өткіздік. Біз оны қарап жатқан жоқпыз. Өйткені оны қарауға болмайды. Темір жолдың екі бетінде біз таза ұстап отырмыз. Қазір көріңіз, бағана айттым баяндамамда. Яссауи көшесі, Жаппасбай Батыр көшесі бұрын олай емес-ті. Біріншіден жолдар тартығын, екі жол артты. Екінші шетінен ол жолдың шетінде қамыс өсіп жататын қазақша айтқанда. Қазір деген басқаша қарасаңыздар. Вот көресіз. Өйткені біз барлығына біз жауаптымыз. Оны темір жол қарайды, жолға қазақтың жол қарайды деп отыратынымыз тәртіп болмайды. Біз бөліспейміз. Бұның бәрін бірлесіп жасап жатырмыз. Министрліктің жұмыстарына мен де жауап беремін осы жерден. Министрлік бізге көмектесіп жатыр. Сондықтан бәрі бірге жасап жатқан жұмыс. Жауабыңызға рахмет. Енді уточняющий сұрақ деп айтқым келеді. Жаңа сіз өзіңіз спикер жауап берді ғой бізде баспасөз мәслихаты 3 сағатқа жетіп қалды. Енді уточняющий сұраққа емес, енді басқа жаңағы доклад бойынша спорт саласымен сіз айтып өттіңіз, әдемі ғимараттар, нелер, оны жаңа қаланы кеңдігі, адам кеңдігі көріп шықты, қала гүлденген, жаңа қала құрылып жатыр. Енді осы Илья Ильин мен Қамшыбек Қоңқабаевтан кейін Олимпиададан осы Қызылорданың беделін көтеретін неге спортсмендер болмай қалды? Рахмет сұрағыңызға. Ол енді біріншіден енді бақшабыма дейді, соған байланысты биыл бізден 4 спортшымыз барды лицензиялық. Бірақ енді өкінішке орай бақтары жанған жоқ. Ал енді алдағы уақытта болады, шығады деп біз есептейміз. Ол енді шын сол Қамшыбекте барды биыл барды, бірақ жолы болмады. Ол енді адамның айтқаны бола бермейді ғой барлық кезде. Сол себептен біз оған барынша жағдай жасап жатырмыз. Біздің спортсмендеріміз де барлық терілерін төгіп жатыр, күндіз түнімен айналысып жатыр. Бірақ оның барлығы енді бір баланың қолында. Олар жұмыс жасайды, әрине өздері де еңбектену керек, ол қарап отыруға болмайды, еңбектеніп жатыр. Біз барлық жағдай жасап жатырмыз. Әрқайсысын жеке қабылдаймыз, сұрақтар болса шешіп береміз. Өздері өтініштерін келіп арасында айтады біздің тарапымыздан, оларға қолдау толық болып жатыр. Ойлаймын, осындай жағдайлар жасалып жатқаннан кейін алдағы уақытта болады деп есептеймін. Одан кейін сіз ойлайсыз ба, бүгін спорт кешенін салса, бүгін нәтиже беру керек деп, оған уақыт керек. Бұл жұмыстар 10 жылдан кейін өзінің нәтижесін беруі мүмкін. Ол кезде мен болмауым мүмкін нарада. Міндетті түрде нәтижесін береді. Менің айтып отқан сол ауылдық жерлерде спорт алаңдарын салу керек. Жаңа 80 спорт ойын алаңдарын салдық дедік қой, демеушілікпен. Оның көбісі ауылдарда 50-ге тартасы. Қалғаны осы облыс орталығында. Одан бөлек ауылдарда спорт кешендері салынып жатыр. Аудан орталықтарының барлығында бар, 2-ден 3-ден. Енді ауылдарда салынып жатыр. Үкіметтің қолдауымен ауыл ел бесігі арқылы әр ауылда 500-600 мен тұратын спорт кешендер салынып жатыр. 2000-3000 мың халық тұратын ауылдарда. Облыстық бюджеттен де салынып жатыр. Демеушілердің қолдауымен салынып жатыр. Жаңа айтқан стадион, Қызылорданың, соның барлығы іске қосылса, шығармашылық және инновациялық академиясы, соған балдарымыз барады, oradan үйренеді. Содан кейін нәтижесін береді ол. Бүгін салдым, бүгін нәтижесін бермейді үшін. Сіздің үйде кішкентай балаға да білімді берсін, бүгін ғана болмайды ғой. Ол уақыт керек, 10 жыл, 11 жыл уақыт керек. Сол сияқты емес пе? Сондықтан ол нәтижесін алдағы уақытта міндетті түрде береді. Біз сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз, жасаймыз да, қолдаймыз да. Барлық жағдайды, әсіресе балдарымыз біздің болашағымыз, солардың білім алуына, спортпен, мәдени үйірмемен шұғылдануына барлық жағдай жасайтын боламыз. Қазірдің өзінде көп жағдай соған жасалып жатыр. Енді екінші сұрағым, осы жақында үлкен саяси науқан өтті, референдум. Қызылорда облысы ең жоғары
көрсетті. Неліктен деп ойлайсыз? Күйелі халық саны бойынша. Ол былай. Енді өзіңіз айттыңыз, шынында да кешеден бері облыстың орталығын аралады, біраз жұмыстар жасалып жатыр екен деп. Бұл жұмыстар тек облыс орталығында емес, аудандарда да, ауылдарда да жалғасын тауып жатыр. Бүкіл өңірде қазір көп жұмыс жасалып жатыр. Ол тек біздің өңірде емес, еліміздің басқа да аймақтарында осындай үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Бұл мемлекет басшымыздың, үкіметтің біздің өңірге, басқа да өңірлерге деген үлкен қолдауы. Сіздер жақсы білесіздер, мемлекет басшымыз, президентіміз екінші рет сайланғаннан кейінгі ең бірінші қабылдаған шешімі, қол қойған жарлығы осы ауыл аймақтарды дамыту болатын. Соған байланысты 2023-2027 жылдарға арналған үлкен тұжырымдама бекітілді. Мына ауыл ел бесігі бағдарламасының аясы кеңіді. Ауыл ел бесігі бағдарламасы арқылы жыл сайын осы ауылдарды дамытуға біздің өңірдің өзіне 20 миллиардқа жуық қаражат келіп жатыр. Оған көп жұмыстар жасалып жатыр. Ең өзекті деген мәселелер шешуге сол ақшалар бағытталып жатыр. Ауыл аманаты арқылы да былтыр 4 миллиардқа жуық қаражат келсе, биыл 5 миллиардқа жуық қаражат. Оған ауылдарда шағын кәсіпорындар ашылып жатыр. Одан да бөлек енді көп қолдаулар мемлекет тарапынан жұмыс жасайын деген азаматтарға болып жатыр. Кәсіпкерлерге де арзандатылған ең төмен пайызбен несиелер беріліп жатыр. Ауыл шаруашылығы министрлігі арқылы да, басқа министрліктер арқылы да көп жағдай жасалып жатыр. Жаңағы шаруашылықтағы жүрген кәсіпкерлерімізге осы кезге дейін қаншама субсидия беріліп келді. Оның барлығын қолдауын біздің кәсіпкерлеріміз, шаруашылықта жүрген адамдар сезініп жатыр. Одан бөлек қаншама әлеуметтік нысандар салынып жатыр. Жаңа айттық қой, орталықтандырылған ауыз сумен қамту 98-де 5%. Жақсы жолдардың үлесі 92%. Көгілдір отынмен қамтамасыз етілу 78%. Биыл көгілдір отынмен қамтамасыз етуге 30 миллиардтың үстінде қаражат бөлінді. Ол өте үлкен қаражат, бұрын соңды ондай бөлінбеген. Жолдарды дамытуға 44 миллиард 700 миллион теңге қаражат бөлінді. Ол да бұрын соңды ондай бөлінбеген. Өте үлкен қаражат. Электр желілерін жаңартуға 11 миллиардтың үстінде қаражат бөлінді. Оты үлкен қаражат. Ауыз сумен қамтуға жаңа қалған 1,5%, 5 миллиард 300 қаражат бөлінді. Осы жұмыстардың барлығы нәтижесін беріп жатыр ғой. Осының барлығын халық көріп жатыр. Халық осы өңірдегі жасалып жатқан жұмыстардың барлығын көріп біліп отқаннан кейін әрине біздің мемлекеттің, мемлекет басшының саясатын қолдайды. Мен өзім бардым Сарыға дауыс беруге. Сіз сұрақ қойдыңыз. Сонда көп үлкен кісілер тұр екен, зиялы қауым өкілдері. Сонымен әңгімелесіп сұрап жатырмыз. Сол кезде айтып жатыр да, барлығымыз мынау мемлекеттің саясатын қолдауға келдік деп жатыр. Өйткені ең бірінші осы елімізге, оның ішінде мына біздің өңірімізге де ең бірінші жаны ашитын мемлекет басшы президентіміз. Президентіміз осындай шешім қабылдағаннан кейін, халықтың ортасына салғаннан кейін, біз осыны барлығымыз қолдауға келдік деп жатыр. Кісі шын мәнісінде көп болды. Әсіресе біздерден жаңа қазақи өңірімізге айттым ғой, 98% қазақ ауылдарда бізде осындай сайлауға, ол референдум болсын, президенттің сайлауы болсын, маслихаттың сайлаулары болсын, тойға барғандай барады. Өзіңіз де ауылда өскен шығарсыз. Тойға барғандай барады, шынын айтсаңыз, ол үгіттеудің де қажеті жоқ. Өздері үлкен зиялы қауымнан бастап, ақсақалымыздардан бастап, ардагерлерімізден ол жастарға дейін сол дауыс береді. Барлығы тойға барғандай барады. Барып дауыс беріп орада қайта салмайды. Көрсең, олар отырады біраз, әңгіме үлкен қылады, елдің пікірін біледі, сұрайды. Көп кісілер бізде барады. Енді облыс орталығында ауылдарға қарағанда әрине аздау болып, ол барлық жерде білесіздер. Алматы болсын, Астана болсын, сіз келген Түркістан қаласы болсын, ол енді ал негізінен ауылдарда, негізінен бізде халықтың көпшілігі осы жерден 500 мыңға жуық ауылдарда тұрады. Ауылдарда түгел барады, шынын айтқанда. И қалада да жақсы бұл жолы келді. Сол арқылы бізде енді 82-де 8% явка болды. Ол шындық. Burada бақылаушылар сырттан өте көп болды осы жолы. Бәрін көрді. Ешқандай бір заң бұзушылыққа орын
жол берілген жоқ. Әлеуметтік желіде бізде бірде-бір негатив болған жоқ, оның барлықтарыңыз хабардарсыздар. Өте әділ, дұрыс өтті. Халық шынында да көп келді. Көп келудің себебі халық қазір мемлекет басшысының, үкіметтің осы ауыл аймақтарға деген, оның ішінде біздің өңірімізге деген қамқорлығын, қолдауын ерекше сезініп отыр. Бұл соның нәтижесі, шынын айтқанда біліп отыр осы өңірде. Біз оны ақпараттандырып та жатырмыз, көріп те жатырмыз. Көз алдында жасалып отқан жұмыс болғаннан кейін көреді ғой. Тек қана көз бояушылықпен қаланың орталығында жасап отқан жоқ. Елді мекендерде жасалып жатыр осы жұмыстар, ауылдарда жасалып жатыр. Соны көргеннен кейін халық әрине мемлекеттің саясатын қолдайды, біледі, керек екенін біледі. Оның үстіне бізде көп қоғам белсенділері келді, ауылдарда бірнеше кездесулер өткізді, облыс орталығында кездесулер өткізді, пікір алмасты. Осының керек екенін жеткізді халыққа. Енді халық біліп отқаннан кейін, керек болғаннан кейін, соның тапшылығын кезінде көргеннен кейін, әрине келеді, қолдайды, дауыс береді. Сондықтан burada ешқандай бір әңгіме болмау керек халық басқа, көңілде сілкеу болмау керек. Халық шын мәнісінде келіп, осындай барлығы ауызбіршілігін, елдің бірлігін көрсетті. Соңғы сұрақ Парыз Кизет, Рахметжан Мағжанов.